Сәлем достар, бүгін біз сіздермен темір жетіспеушілікті анемия туралы талдайтын боламыз. Бұл әлемде кең таралған ауру, темір жетіспеушіліктерге алып келетін факторларға, тұрақсыз диета нәтижесінде организмге темірдің аз мөлшерде түсуі, жіңішке ішектің ауруы, құйылып келген етеккір кезінде темір қорының азаюына байланысты гемоглобин синтезінің бұзылуы болып табылады. Темір тапшылықты анемиямен ауыратын науқастардың басты шағымдары шаршағыштық, қозғыштық, зейін нашарлығы, бас айналу, бас ауру, жүрек қағуын сезіну болып табылады. Гемоглобиннің 70-80-ге дейін төмендеуінде айқын метаболиттік бұзылыс, физикалық жүктемеден кейін, яғни күш жұмсағанда бұлшықеттердің құрысып, ұйып ауырсынуы, сонымен қатар тырнақтың қалыңдауы және оның сынғыштығы, шаштың құрғауы, сынуы, шаштың түсуі, сонымен қатар дәм сезудің бұзылысымен сипатталады. Яғни кесек, бор, бұзылған ет тағамдарын жеуге құштарлық, жағымсыз иістерге құштарлық болып табылады. Темір тапшылықты анемияның еміне келетін болсақ, темірі көп және жақсы сіңірілетін препараттарды тағайындау керек. Темір жетіспеушілік анемияның емі ұзақ болуы керек, себебі темірдің қорда жиналуы үшін кемінде емдегеннен бастап 3 ай уақыт кетеді. Темір препараттарына темір глюконатын жатқызсақ болады, яғни ол үлкен адамдарға 200 мг дейін темір, балаларға 1,5-2 мг дейін тәулігіне беруіміз керек, және де қосымша аскорбин қышқылында қабылдауға болады.